түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Дуда мен Дада. Дада, сотқар мысық спорт. Ақылды кейбір сүйшен балық бабыл. Қуанып күлер. Жоғалған аквариум. Достар саяхаттан қайтып келе жатыр. Бәрі де бастан аяқ кір қожалақ болып кетіпті. Қабая, еш нәрсе көріп тұрған жоқпын. Басым айналып барады. Бабыл аяғының астына қарасаңшы. Ой, кешір, аквариумым сондай лас болып кеткен. Егер аквариумың сондай лас болса, бар болғаны оны шешіп таста. Скоттерек болма, бабыл. Бәрі дұрыс па? Сонда да аяғының астына қарап жүр. Кешір. Кейбір, көмектесші, маған өтінемін. Әрине. Одан бетер жаман болған сияқты. Кейбір, маған көмек керек. Жарайды, бабыл, 1 минут күте тұршы. Кейбір, қайдасың? Құмырам қайда? Мінекей, қандай сүйкімді. Бұл әлемдегі ең керемет құмыра. Дада, жаңа ғана не туралы армандадың? Не ғой, еш нәрсе. Чуку, қайда бара жатырсың? Шомылуға бара жатырмын. Мұнтаздай болуым керек, білесің ғой. Ваннан болғанда шіркін жақсы болушы еді. Осылай болса жақсы еді. Кетуім керек. Кездескенше. Сау бол. Жуып тазалай алар емеспін. Бүгін сондай бір түрлі күн болды. Бірақ бір түрлі дейтіндей не болғаны есімде жоқ. Онда тұрған не бар? Аквариумды құрғатып қояйын. Бабыл, не болды? Аквариумым жоғалып кетті. Бабыл, уайымдама. Оны тауып алатынымызға сенімдімін. Босқа уақыт кетіріп қайтеміз. Оны кім іздейді дейсің? Тұрған орындарыңнан тапжылмаңдар. Ізгескіш Дуда іске кірісуге дайын. Бұл не? Ол тағы да ізгесуші болып ойнай ма? Дуда, өтінемін, көмектесші. Әлемде Дуда шешімін табалмайтын іс жоқ. Себебі менде ізгесушілерге арналған ережелер кітабы бар ғой. Сонымен ізгесушінің нөмірі 1-ші ережесі. Ұры ұрлық істеген жеріне қайтып ұрылатынына еш күмән жоқ. Қайтып орала ма? Ратататататам. Сен неге уайымдап тұрсың? Өзіңді кінәлі сезініп тұрсың ба? Аквариумды ұрлаған ұры дәл қазір арамызда тұр. Ол сен ғой. Не? Та-та-та-там. Аквариумды кім алғанын тек бет жүздеріне қарап біле аламын ба? Сонымен нөмір 2-ші ереже. Айғақтарды табу үшін қылмыс болған жерге ешкім тиіспеуі керек. Дәл солай, еш қайсысын қозғалмаңдар. Та-та-там. Та-та-там. Та-та-та-та-там. Та-дам. Бингоға ұқсайды. Ізгесуші Дуданың қолынан еш нәрсеге сусып шықпайды. Енді ол қашып құтыла алмайды. Бұл іс
Бұл із менікі? Дода, мұнда сенің іздерің жатқан себебі сен қазір ғана осы жерде жүрдің. Енді не істеуім керек? Нөмір 3 ереже. Егер айғақ табылмаса, болған оқиғаны көрген білген біреуді табу керек. Дәл солай. Буба мырза бір нәрсе көргеніне сенімдімін. Ол үнемі жасыл ағаштың маңында отырады емес пе? Сонымен Буба мырза, кеше кеште ағашта еш нәрсе көрмедіңіз бе? Кеше кештеме, кеше сондай жағымды жел тұрды. Жақсы емес пе, е? Бірақ ойлансам, шынында да осы маңда біреудің жүрген көрдім. Ол кім еді? Кеше менің көргенім. Кімді көргенімді білмедім. Көмегіңізге рахмет, Буба мырза. Тоқтай тұр. Біреу дегенімнің басында қалпағы болған сияқты. Мен қайдан білейін? Құмырам қайда кетті? Аха! Демек, саған құмыра керек болды ма? Қане мойындайтын уақыт келді, Дада. Жоқ, ол мен емеспін. Сөзіме сен Дода қателесіп тұрсың. Қателестің бе, жоқ па? Оны үйіңді тінту кезінде білетін боламыз. Мына жерде ме? Осында ма? Қанеки? Таптым! Аха! Вебер кеше қонаққа келіп, оны маған сыйлап кеткен әдемі ғой, иә? Ыңғайсыз болды. Енді не істеуім керек? 4-ші ереженің уақыты келді. 4-ші ереже жоқ екен. Ваннан болғанда ғой. Аха! Тоқта! Ей, не болды? Кеше кеште не істедің? Кеше кеште кішкене серуендеп қайттым. Бар болғаны сол. Қайда серуендедің, Чуку? Бабылдың үйіне жақын жердегі жасыл ағаштың маңындағы бамбук орманда серуендедім. Бәлем, ұсталдың. Чукуға ешкім қол тигізуші болмасын. Төбелескің келе ме? Бабылдың аквариумын сен алдың ғой, солай ма? Шомылу үшін оған су құйдың. Не деп тұрсың? Ол мен емеспін, Дуда. Басқа таңдау қалдырмадың. Қытықтаймын. Тоқта, жетер, Дуда, жетер. Шындықты айт, оны сен алдың ғой, солай ма? Мен шынымды айтсам, кеше шомылмадым. Суды таму да оңай емес. Жумбағаныма 2 күн болды. Түсінікті ме? Ұрлықшы емеспін. Тағы қателестім. Бірақ сонда кім ұрлады? Оның қайда екенін таппадың ба? Оның қайда екенін түсінсем бермасын. Сол бір әйнектің ерекше несі бар дейсің? Егер аквариум лас болса, бар болғаны оны шешіп таста. Дәл солай. Кеше Бабылға аквариумды шешіп таста деп айтқаның есіме түсті. Не деп тұрсың? Оның сен екеніңді бірден білуге болатын еді. Аквариумды ұрлау үшін Бабылға оны шеш деп Қайға айттың. қонымсыз ғой, ол мен емеспін. Кеше кеште қайда болдың ойында? Бабылдың аквариумын қайда жасырып қойдың? Айт, барлық дәлелімізді жоққа шығарма. Оны мен істеген жоқпын деймін, ол аквариумда не істеймін? Смуфиімді де сен алып едің ғой, есіңде Оны ме? мен алған жоқпын деп айтқанмын. Маған оны жел алып келді. Бәрің осында екенсіңдер ғой. Қане мойында? Не деп тұрсың, мен емеспін деймін. Қандай өндірікшісің? Бабыл, сен әрең таптың ғой. Барлық жерден істедім. Кеше өзің сұраған жаңа аквариум. Міне. Кеше жаңа аквариум сұрадым ба? Еш нәрсе көрінбейді. Ай, қабайы. Бабыл, не болды? Сіз бе? Аквариумның кірінен еш нәрсе көрмей тұрмын. Оны жуып, тазалай алмай жүрмін. Қаласаң оны жаңасын ауыстырып берейін. Ауыстыра аласыз ба? Әрине ауыстырам. Бірақ дәл қазір емес. Алдымен мына хаттарды жеткізуім керек. Жарайды. Аквариумды үйімнің жанына қалдыра кетейін. Жуылмайды ғой. Алдымен кішкене кепсін.
Бабудың аквариумы міне, оны тазасына ауыстырам. Демек, оны сіз алады деп сол жерге қалдырғанмын ғой. Не істегеніңді тағы ұмытып қалдың ба? Оны алған жоқпын деп айттым ғой, Дуда. Дуда, тағы басқа анықтайтын шаруаларың бар ма? Із кесушінің нөмір 5 ережесі. Қателескенде кешірім сұрау. Достар, кешіріңдерші мені. Бәріне мен кінәлімін. Сендерді кінәлағаным үшін кешіріңдер, достар. Шын мәнінде із кесуші болып ойнаған қызықты болды. Солай ғой, Скот? Дуда, түсіндің бе? Келесі жолы ұлы ізкесуші Скот саған тергеуді қалай жүргізу керектігін көрсетеді. Не? Ізге сушы болып ойнаған көңілді болды, бірақ достарыңды орынсыз кінәлауға болмайды. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2017 жыл.